достар, бүгін біз залогтағы көліктердің бағасын көруге келген болатынбыз. Мынау Audi 100. Audi 100 970 мыңға екен, 1991 жылға. Объем 2.8, бензин. Ашық екен. Ішін көрсетіп жүрсіңіз. Ішін кіресіз. Сыртын ақтарын. Кондиционер бар екен, электростеклоподъемниктер жұмыс істемейді ма білмеймін. Центральный жұмыс істемейді, жабық екен. Арттары да жаман емес. Келесі машинаға өтейік. Келесі машина бізде Toyota Camry 30. Бағасы 3 миллион 160 мың. 2001 жылға, объемы 3, автомат, американка. Ішін ашып көрейік. Іші жабық екен. Жалпы сырт жағынан қарайтын болсақ, көлік жағдай бойынша қатты жаман емес. Келесіне өтейік. Көліктің бағасы жазылмаған. Мықты көрейік. Lexus GS 300 93 жылға, объемы 3, автомат, 2 миллион 520 мың екен. Мына алдын бәрі кішкене сырылған екен. Шеттерін қарасақ, шеттері қатты неғылмаған, бұзылмаған. Былай қарай. Іші кожаный, өкінішке орай жабық екен ше. Кожаный. Келесін кеттік. Мынау машина көрейік, мынау көлікті көрейік. Mazda 323, 96 жылға, 1.5 объем, механика. Алдын қарасақ, алды сүйкімді. Көліктің іші жабық, іші тоз қапты. Келесі көлікке кетейік. Мынау приоран көрсек болады. Алдары соң бұзылып қапты, майысқан. 2007 жылғы 1.6 автомат, механика 738 мың екен. Тұрады екен. Оны ашық болса көрейік. Ашық екен, іші ескі, іші тозып қалыпты. Келесі көлікті көрейік. Осы көлікті көре кетейік. Mercedes C-класс 180, 2001 жылға, 1.8 объем, автомат. Бағасы 2 миллион 353 мың екен. Ашық көрейік, жоқ жабық екен. Іші велюр. Қалған машиналарға қарағанда жағдай жаман емес. Арт жақтарын көрсетіп жүрсеңіз. Маздан көрсетейік. Mazdan көрсететін болсақ, Mazda 626, 98 жылғы екен, 1.8 газ бензин, автомат, бағасы 1 38 мың. Іші велюр, арттарын көрсетсеңіз. Яндекс таксидің несі бар екен, таксиға жетілген машина. Келесі бізде BMW 320, 93 жылғы, объемы 2, механика, бағасы 786 мың. жылға, механика 786 мың. Келесі. Nissan Juke
осындай Nissan Juke'ты салоннан көрген болатынбыз 4 миллион 400-ге. Бұл жерде 2013 жылғы автомат 1.6 4 миллион 725 мыңға сұрап тұр екен. Іші ашық болса ішін көрейік. Мына іші жабық сөйді. Механика. Арт жақтарын көрсетіп жүрсеңіз. Болды кеңіз. Оң істейсіз. Geely MK 2015 жылға механика 1.5, бағасы 1 464 000 екен. Іші жабық. Жалпы сырттарын, мына жақтарын көрсетсеңіз. Мына машинаны көрсетеді. Бұл бізде Devil Magnus 2013 жылға, объемы 2 механика, бағасы 1 92 600, бағасы 1 200 болған екен, 1 92 000-ға түсіріпті. Бағасын қара түсті. Жабық екен көлік. Келесі. Lexus ES 350 2006 жылғы 3.5 объем 5 миллион 184 000. Жабық, іші кожаный салон. Жалпы золотистый түс. Арттары жалпы жаман емес. Nexia-ді көрсете кетсек. Devil Nexia 2012 жылғы 1.5 механика 1 48 000 сұрап тұр екен. Іші жабық. Келесіне кеттік, көк түсті. Келесіне кеттік. Келесі көлік бізде Toyota Carina 95 жылғы 1.6 механика, бағасы 1 60 000. Сұрап тұр екен. 95 жылғы алды, екі несі қанаты ауыстырылған. Ішін көретін болсақ, іші кішкене тозған. Іштері кет келесі. Ішін түсіріп жүрсеңіз. Болды, кеттік. Келесі бізде мынау көлікті көрейік. Бізде Volkswagen Passat 2002 жылға, объемы 2.8 автомат, бағасы 1 266 000 теңге. Мына жағы ашылады, мына жағын көрейік. Ашылатын болса. Жоқ, жабық екен. Көлік. Жалпы жаман емес. Кетті келесі. Келесі көлік. Келесі көлік бізде Nissan X-Trail 2002 жылға, объемы 2 механика, бағасы 2 миллион 20 000 теңге екен. Бар болғаны 2 миллион 20 000 сұрап тұр екен мына көлікке. Көрейік, мына жағы ашық болатын болса. Жоқ, жабық екен көлік. Келесіне кеттік. Mazda. Келесі көлік бізде Mazda 626 жылғы 1.8 объем автомат, механика, бағасы 909 000 теңге екен. Көзге орай жабық. Хэтчбэк. 620 бағасы.
аудитті түсіре кетейік. Ауди бізде бұл A6 2009 жылғы, объемы 2, автомат, бағасы 3.480.000 сұрап тұр екен. Жалпы A6 мына жақтары сырлан жерлері бар екен. Көлік жабық. Келесі Volkswagen Golf 95 жылғы 1.8 автомат, бағасы 1.027.800 теңге. Nexia 1 2007 жылғы 1.5 объем, механика, бағасы 792.000. Салон көрсетсеңіз. Жалпы жағдайы жаман емес. Мына көрсетсек, Mercedes C200 96 жылғы, объемы 2, механика, бағасы 1.025.000 сұрап тұр екен. Audi 100 91 жылғы, объемы 2, 1.244.000 сұрап тұр екен, механикада. Есігі ашық. Келіп ішін көрсін. Ішін көрсінсіңіз. Кетті келесіне. Келесі көлікті көрейік. Келесі көлік бізде Volkswagen Passat 2001 жылғы 1.9 дизель, автомат, 1.290.000. Автоматтағы көліктер сұрап көрсеңіздер болады. Жалпы сырт жағдайы сороковканы көре кетейік. Toyota Camry сороковка 2007 жылғы 2.4 автомат, бағасы 3.085.000 сұрап тұр екен. Жалпы жағдай жаман емес. Жабық. Автомат. Бампер ауыстырылған. Көрініп тұр. Келесі кеттік. Mercedes 124 кузов. Mercedes Ешка 295 жылғы, объемы 2, механика. Жалпы жағдай жаман емес. Яндексте таксовать етілген. Сатылған келесі өткізік болды. Devo Nexia біріншісі 2006 жылғы 1.5 механика, бағасы 637.000. Жабық. Жалпы осындай. Келесі көлік бізде Hyundai Elantra 2013 жылғы, объем 1.6 автомат, бағасы 4.626.000. 4.626.000 жаман емес. Жалпы шет-шеттерін көрсеңіз болады, былайынан. Жалпы состояниясы өте жаман емес екен. Audi A4 97 жылғы, 1.8 объем автомат. Жабық. Жалпы шет-шетінде ешқандай не жоқ. Тек қана мына артқы бампері кеткен екен. Артқы бамперін көрсетсеңіз. Қалған ешқандай не көріп тұрған жоқсың. Алдыңғы бампердің кішкене ағы. Мына Lexus'ты көрейік. Қара Lexus'ты көрейік. Lexus'тың GS 300-дің ескі варианты, 94 жылғы, объемы 3,
автомат, бағасы 1.026.000. 1.026.000-ға жақсы көлік. Іші ашық екен, келіп салон көрсеңіз болады. Газ бұл жүреді көлік. Артында көрсетсеңіз. Келесі көлік бізде Audi A4, Mazda 6. Келесі көлік бізде Mazda 6. 2005 жылғы. Объем 2 автомат. Бағасы 1.795.000 екен. Ашылып тұрген. 1.795.000 екен. Так. Ішінде қарасаңыздар, airbag атылмаған. Автомат, объем 2, Mazda 6. 1.790.000-ға. Кетті келесіне. Артын көрсетіп жіберсеңіз. Сыртында жалпы қатты анау айтқандай алдындағы бамперден мынандай жерлерде бар екен. Кетті келесіне. Hyundai Sonata 2009 жылғы. Объемы 2, газ. Бұлар газбен жүретін көліктер ғой. 1.900.000 болған екен, қазір 1.817.000. Автомат. Іші кожаный. Жалпы сыртында қатты ақаулар көріп тұрған жоқпын. Golf тройка 94 жылға 1.8 бензинмен жүреді. Механика, бағасы 981.000 екен. Сыртын бәрі жалпылай боялған күзет. Іші ескірген, шаң басқан, тозған. Келесі көлік. Ал достар, осымен біздің шығарылымыз тәмамына жетті. Лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достарыңызбен бөлісулеріңіз біз үшін үлкен көмек болатын еді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.